материал Нұрбек Бекбау парақшасынан алынды. Киноларда қазақ батырларының орыс армиясына жалаң қылыш, садақпен шауып бара жатқанын көп көреміз ғой. Осы көрініс түбірімен қате. Қазақ арасында болған поляк, орыс офицерлері Орта Азияда мылтығы көп халық, қазақтар дегенді жиі жазады. Ал Астрахан губернаторы А. Волынский, егер қазақтар шапса, қалмақтардың құрып кетуі мүмкін. Себебі олар қазақтан қорқады. Қазақтың 5-600-іне қалмақтың 5-6 мыңы қарсы тұра алмайды. Қазақтардың садақтан көрі мылтығы көп деген дерегі де ойландырады. Сонымен қазақ әскері қандай мылтық түрлерін тұтынды? Еске түсіріп көрейік. Қазақ әскерінің мылтықтары. 1. Шиті мылтық. Кең таралған, пілтемен оқталатын қару. 2. Қара мылтық, 2 адам иығына асып, біреуі атады. Картечпен атылатындықтан топты жайратып жіберетін болған. 3. Қозы көш, темір оңғысы ішінен спираль кейіпте ойылғандықтан оқшыр айналып алысқа ұшады, әрі траекториясы түп-түзу болады. 4. Күлдір мамай, өте алысқа ататын ауыр мылтық. Кенесары хан орыстың қарауылын 1-5 шақырым алыстан тұрып атып құлатқаны туралы деректер бар. 5. Ақберен, мергендердің мылтығы. 6. Шамғал, шамғалды қойды қатарға, жиылған көпке атарға деп келетін жыр жолдарына қарағанда, жауды жусатып салу үшін бірнешеуін қатар қоятын, темір пытырамен ататын ауыр мылтық түрі. Қазақ әскерінің артиллерия түрлері. 1. Зеңбірек, ауыр артиллериялық қару. Қамал бұзуға, қалың әскерді талқандауға пайдаланады. 2. Тюфяк, қолмен алып жүруге ыңғайлы шағын зеңбірек. 3. Жезайыл, түйеге артылған зеңбірек. Қазақта мылтықтың білтелі, берен, шамқал, күлдір мамай деп аталатын түрлері болған. Мылтықтың алғашқы түрлері қазақ даласына Есім ханның тұсында келе бастаған. Білте, мылтық, қазақтардың өздері жасаған, мақта білтемен оталатын серіппесіз мылтығы. Оның бір түрі Мәскеудің тарихи мұражайында көрнекі жәдігер ретінде сақтаулы тұр. Ксвей ғасырларда жоңғарларға қарсы шайқаста көп қолданылды. Білтелі мылтықтың ең ұзыны, әрі ауыры, шамқал, алысқа атуға арналғаны күлдір мамай деп аталады. Тағы қандай мылтық, зеңбірек атауы, түрлерін білесіздер? Жазсаңыздар.